Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, оңай әрі жеңіл гречкадан котлет дайындайтын боламыз. Видеоны тоқтатпай соңына дейін көріңіздер. Алдыменен 2 пиала гречкамызды жақсылап жуып, қазанымызға су құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, баяу отта жақсылап бұқтырып пісіріп аламыз. Осы уақыт аралығында ашылған картошкамызды дәл осылай ұсақтап турап, картошкамызды да суға қайнатып алатын боламыз. Егер балаларыңыз ет жемейтін болса, дәл осылай гречкеден котлет жасап берсеңіздер болады. Өте жеңіл әрі дәмді болып шығады. Ендігі кезекте біз пиязымызды осылай жақсылап жұқа етіп, майдалап турап алатын боламыз. Сәбізімізді де үкіштің майда жағынан осылай өткізіп аламыз. Енді 3 немесе 4 бас сарымсағымызды да осылай жұқа етіп майдалап турап алатын боламыз. Егер сарымсақ езгіштеріңіз болса, сонымен де езіп алсаңыздар болады. Мен енді осылай қолмен майдалап турап шықтым. Міне біздің картопымызда қайнап пісуге жақын қалды. Гречкамыз де көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. Дәл осылай езіңкіретіп пісіріп алатын боламыз. Пісіп алған гречкамызды бөлек бір ыдысымызға салып, оны суытып бір шетке қойып қоямыз. Піскен картопымызды судан алып, дәл осылай жақсылап түйіршігі қалмайтындай етіп, майдалап езіп алатын боламыз. Қызып тұрған майымызда жаңағы турап алған пиязымызды, сәбізімізді және сарымсағымызды салып, жақсылап баяу отта қуырамыз. Енді жаңағы суып тұрған гречкамызге езіп алған картопымызды саламыз және оның үстіне жаңағы қуырған пиязымызды, 3 жұмыртқамызды, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Мен үстіне ұсақтап туралған сарымсағымды және қара бұрышымды дәміне қарай тұзын көріп, егер тұзы кем болып жатса, тағы да тұзымызды салып, жақсылап осылай блендермен араластырып езіп аламыз. Енді дайын болған салмамызды қолымызды азырақ майлап алып, әртүрлі формада келтіріп аламыз. Қалауларыңыз бойынша дөңгелек немесе сопақша етіп формасын келтіріп, ұнға 2 шетін аунатып, барлығын осылай жасап шығамыз.
Міне котлеттеріміздің формасын осылай дайындап алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған майымызда екі шетін ауната отырып қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Бұл жерде біздің грешкамызда, картопымызда піскендіктен көп қуырмаймыз, тек қана екі шетін аунатып, қызартып осылай қуырып алатын боламыз. Міне сонымен біздің гречкадан жасалған котлеттеріміз дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ас болсын.